Сонымен шын мәнінде Майкл Джексонға не болды және оны өлтірді деген сыбыс қайдан пайда болды? Оқиға мына кісіден басталады. Доктор Мюррей. Оның жасы 56-да және ол жақсы көңіл көтергенді қатты ұнатады. Оның әйелі мен балалары бола тұра ол клубқа жиі барып тұратын. Сөйтіп жүріп оның 6 әйелден 7 баласы пайда болады. Бәрі керемет әрине, бірақ мұнша баланы асырауға ақша керек. Сөйтіп әйелдер оны алимент төлемеген үшін сотқа бере бастайды. Сот шешім оған $700,000 ақша төлеуді талап етеді. Докторға тез арада ақша керек. Сөйтіп 2009 жылы оған қоңырау түседі. Мына жігіттен: Майкл Джексон, әлемге танымал жұлдызды таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ 2009 жылы оның жасы 50-ге келген және оның да қаржылық жағдайы қиындау болды. Қарыздар сол уақытта $500,000 құраған. Бұл проблеманы шешу үшін ол 10 жылдық үзілістен кейін қайтадан әлемдік тур жасау керек болды. Сөйтіп оның 50 концертінің билеттері бірнеше сағатта сатылып кетеді. Дегенмен Майклдың жасы келіп қалған және денсаулығы да бұрынғыдай емес. Ол бар күшін жинап концертке жас кезіндегіндей етіп дайындалады. Бірақ мұның аяғы ұйқысыздыққа алып келеді. Осы кезде Майкл доктор Мюррейға хабарласады және оған ұйықтауға көмектесетін дәрі пропофол сұрайды. Бұл дәрі негізі хирургияда қолданылатын ауыр дәрі болып саналады. Адам операция кезінде оянып кетпес үшін тек ауруханада қолданылады. Ал доктор бас тартудың орнына айына $150,000 беріп отырсаң бәрі жақсы болады дейді. Сөйтіп Мюррей Майклдың үйіне келіп оның жеке дәрігері болады. Майкл күндіз концертке дайындалады, ал доктор түнде оған пропофол қояды. Бұл дәрінің кері әсері ол адамның демалуын төмендетеді және ол мүлдем оянбай қалуы да мүмкін. Арада 2 ай өтеді, ал Майклдың ұйқысыздығы ешқайда кеткен жоқ. Сөйтіп доктор оған ұйықтауға көмектесетін әртүрлі дәрілерді араластырып береді. Ал келесі күні таңертең пропофол қояды. Және доктор бұл жерде өте үлкен қате жасайды. Ол оны жалғыз тастап басқа бөлмеге шаруалармен кетіп қалады. Бұл уақытта Майкл демалуын тоқтатады. Сөйтіп біраз уақыттан кейін қайтып келгенде Майклдың демалмай жатқанын байқайды. Доктор бола тұра ол жүрек өкпе реанимациясында жасай алмаған және 911-ге хабарласудың орнына Майклдың күзетшілерін шақырады. Олар бірге дәрілердің ыдыстарын жинай бастайды және тек жарты сағаттан кейін: жарайды, енді керек жерге хабарласа беріңдер дейді. Майклды дереу ауруханаға алып кетеді. Бірақ ол бұл уақытта қайтыс болып кеткен. Әлемдегі ең танымал адамның қайтыс болғанын естіп, барлығы Google мен Википедияны ақтара бастайды. Сайттар мұндай жүктемені көтере алмай бірнеше күн ашылмай қалған. Тергеу кезінде Майкл дәрімен өлтірілді деген анықталады және доктор Мюррей қамауға алынады. Доктор сот кезінде өзін кінәсіз екенін айтады. Дегенмен сот оны 4 жылға бас бостандығынан айырады. Ең қызықтысы, 2016 жылы түрмеден шыққаннан кейін ол Майклдың өмірі туралы кітап жазады. Ол жерде поп жұлдыздың өліміне өзінен басқасының бәрін кінәлі деген. Менің бүгінге айтарым осы. Келесі кездескенше.